Жұлым-жұлым шыққан маршруткінің ішіне есіктен ытқып шығардай сығылып әрең сыйдық та, қонақтаған тауықтай бір-бір аяғымызды көтеріп тұра қалдық. Маршрутка қиралаңдап жетім бұрышқа қарай тартып келеді. Ойым, әлгі алдамшы әйелді тауып алып сазайын тарттыру. Ең болмағанда қолында жүрген туфли өкшесімен маңдайынан тарс еткізу. Ызадан булыққаным сонша, ішімнен тынып әрең келем. Жол бойы келіншегім екеуміз бір ауыз үн қатысқан жоқпыз. Массадан шыққан адамдай қиралаңдап жеттік ақыры. Делдал әйел су жұқпастың өзі екен. Біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Бараколхадан бір-ақ шықтық. Көше бойымен әр дарбазаға жалтақтай қарап барлап келем. Бір кезде пәтер жалдайым деген жазу көзіме шоқтай басылды. Қуанғаннан айқайлап жібере жаздап, бетімді шымшып өзімді әрең тежедім. Қожайын ұйғыр әйел екен, бізді суық қарсы алды. Айнадай жарқыраған жап-жаңа үйдің қарсы алдындағы әбден тозығы жеткен үлкен үйдің іші жын сасыған қараңғы дәліз екен. Артынан еріп келеміз. Таусылып болмайтын бұрылмасы көп дәліздің түбіне барып бір-ақ тірелдік. Ең соңғы бөлме, ең соңғы үмітім. Көзім сәл үйірлескендей болды. Қоян екеш қоянда үнін дәл бұлай қаза алмаса сірә. Қыртыс есікті шалқалай ашты. Үш аттап төрге жеттім. Құлашымды жайып едім, саусақтарымның ұшы қабырғаға тиді. Сол жақ бұрышқа ұзыннан екі төсек қойылыпты. Төсек емес, үсті-үстіне қиюластырып, кірпіші шөркесі аралас бірдемелердің үстіне жатқызып қоя салған тақтай екен. Сол тақтай төсектің біреуінің тең жартысы есіктің артындағы үйді бөлген кездегі бетон қабырға мен тақтай қабырғаның арасындағы бос аралыққа кептеліп кіргізіліпті. Егер осы қуыс болмаса, бір ғана төсек сиятындай. 3 метр үйге 4 метр төсек әне солай сыйып тұр. Оған кір-кір, мақтасы салбырап, тозығы жеткен матрас төселіпті. Өртенген, әлде май тамғаны белгісіз, кейбір жерлері сарғыштанып кеткен. Оң жақ түпкі бұрышқа бойы жерден әрең асатын кішкентай үстел қойылыпты. Ырғап көріп едім, билеп тұр. Енді байқадым, үлкен бір залды келсін келмесін үйттің ұясындай қылып сансыз бөлмелерге бөліпті. Тақтаймен бөлсе бір сәрі, қыртыспен қиюластыра беріпті. Соның керегеге тірелген соңғы қуысы бізге бұйырып тұр. Саңылауларының ар жағында пәтершілердің қарасы анық көрінеді. Сол сәт арғы беттен сәбидің шырқырап жылаған аш жөні естілді. Қыртыс қабырғаның үстіңгі жағы төбеге бір қарыс жетпей қалыпты да, сол ашық аралыққа небәрі жалғыз ғана шырақ орнатыпты. Арғы жақ пен бергі жақ сол жалғыз шыраққа тәуелді. Егер шырақ сөнсе, екі жақта жарықсыз қалайын деп тұр. Есік жақ қабырғада итеріп қалсаң құлап түсердей қаусап әрең тұр. Бірақ ол оң жақ қабырға сияқты ашық емес, сәл де болса жиі шегеленіпті. Опырылған оң жақ тоқал өкшемен еденді ақырын теуіп көріп едім, ескі төсеніштің шаңы бұрқ етіп балағыма шапшыды. Шамасы бізден бұрын аяқ киімін шешуді білмейтін біреулер тұрған тәрізді. «Қоныс жайлы болсын» деген дауысқа жалт қарасам, ақ күмістей ұзын сақалы кеудесін жапқан қария қарап тұр екен. Қапелімде сасқалақтап қалдым. «Бірге болсын ата» деппін. Бала, менсінбей тұрсың ауа? Ер жігіт бір терінің ішінде неше арып, неше семірет. «Біз де жүрміз ғой» деді солқ-солқ күліп. Осы арада қожайын әйел келіп кетті. «Алсаңдар, осы үй бос, 10 000 теңге. Қарап тұратын уақыт жоқ, тез шешіңдер».
Келіншегім маған қарады. Мен келіншегіме қарадым. Екеумізде де үн жоқ. Қария күлімсіреп, «Әй балаларым-ай!» деп басын шайқап қояды. Аяғым ісіп кетті. Жетім бұрышқа енді бармай-ақ қояйықшы. Өкшем ойылып қалды-ау деймін, удай ашып тұрғаны, деді келіншегім. Келістік, дедім. Аузымнан осы сөз қалай шыққанын да сезбей қалдым. Артынша елден қай жеріміз артық? Өзіміз сияқты қазақтар екен ғой, осында пәтер жалдап жүрген, деп қоям күбірлеп. Өзімді өзім жұбатқан түрім. Мына үйде бір нәрсе жетіспейді, деді келіншегім аналар кеткесін сылқ-сылқ күліп. Бір нәрсе жоқ. Бір нәрсе, бұл үйде бір ғана нәрсе емес, ештеңе жоқ. Бір нәрсе ғана жоқ. Телевизор ма? Жоқ. Айна? Қойш, айна біздің не теңіміз? Өзің соқырмысың? Көзіңді ашып қарасайшы. Өзің айтшы ал. Кенет жарық сөнді де, үйдің іші қараңғылыққа шома қалды. Ой, жарыққа не болды? Деп недәуір сасқалақтап қалдым. Мен өшірдім, деді келіншегім сыңғырлап. Жындымысың? Жақ шырақты. Не нәрсе жоқ екенін тапсаң жағам. Бәрі жоқ бұл үйде, ештеңе жоқ. Әдейі істеп тұрсың ба, әлде соған да миың жетпей тұр ма? Бала қорқады, жарықты жағыңдар деген еркек дауыс шықты, қыртыс қабырғаның ар жағынан. Терезе жоқ деген әйел дауыс шықты, қыртыс қабырғаның арғы жағынан. Шырақ жарқ етіп жана қалды. Терезе жоқ дейді? Иә, терезе жоқ, деді келіншегім. Терезе жоқ, деп қарқылдап күлді ермен әйел. Терезесі жоқ үйде болады екен-ау. Қырсықтың көкесін жатарда көрдік. Екі адам еркін айнала алмайтын қуықтай бөлме. Ермек етерлік дәнеңе жоқ. Жалғыз шырақты жағып сөндіру құқы бізден бұрын келгендіктен көршімізде болды. Сол себепті ұйықтайын десек, біреу-біреу қыртыстың саңлауларынан сығалап тұрған секілді киімімізді шешуден арландық. Астымызға бірдеңе салып бүктеліп жата кетуге еден тым лас екен. Оның үстіне егеу құйрық талап келетін түрі бар. Амалсыз бір төсекке қырымызбен қысылысып жаттық. Мен келіншегіме суық деп қалмасын деп түкпірге жаттым. Келіншегім әле-сәле қозғалып қояды. Тар төсекке сыймай жатқанын сезіп, өзім шет жаққа алмастым.